Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен бірге вупи пай тортын дайындайтын боламыз. Барлық құрамдарын осы видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен біз сары майымызды және шоколадымызды ыдысқа салып, су моншасына қойып ерітіп аламыз. Бөлек таза ыдысымызға жұмыртқаны және қантты салып, жақсылап миксермен араластырып, көбік болғанша араластырамыз. Осы көбік болып дайын болғаннан кейін жаңағы ерітілген сары май мен шоколадымызды үстіне аз-аздан салып отырып, миксерді тоқтатпай араластырамыз. Шоколадымыз ыстық, жұмыртқамыз пісіп кетпес үшін осындай миксермен тез-тез араластырып алғандарыңыз жөн. Және біз үстіне електен өткізілген ұн және какаоны салып, жақсылап араластырып, үстіне нан қопсытқышын салып, жаңағы сұйықтыққа салып, миксермен араластырып қоймалжың массада дайындап аламыз. Міне осындай болады. Ұнды шет-шетінен ақырындап салып отырып араластырыңыз, ұндарыңыз көп болып кетпесін, қамыр тығыз болып қалады. Енді біз пергамент қағаздарын дайындайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, пергаментті қойып, кішкене қысыңқырап аламыз. Сол кезде іші кішкене шұңқырлау болып дайын болады. Бізде осы шұңқырлау жағына 3-4 ас қасық қамыр салып, пешке пісіріп алатын боламыз. Міне мен осылай салып жатырмын. Әр қағазға 3-4 ас қасықтан салуды ұмытпаңыздар. Одан кейін жақсылап барлық жағына жайып шығамыз қамырды. Ол да видеода көрсетілген. Одан кейін пешімізді ысытып қоямыз. 180 градуста қамырымыз піскенге дейін пешімізде ұстаймыз. Тез піседі. Корждарымыздың піскен-піспегенін ағаш шпажкамен тексеруге болады. Ағаш шпажканы ақырын сұғып көресіздер. Шпажка құрақ болып шықса, онда корж дайын деген сөз. Ала берсеңіздер болады. Негізі тез пісетін корждар, байқап тұрыңыздар, күйіп кетуі әбден мүмкін. Міне осындай болып пісті. Енді кремін дайындаймыз. Кремде бізде творожный сыр, сливки 33% майлылығы жоғары және қант ұнтағы, яғни сахарный пудра. Осының бәрін шетінен салып, миксерлеп қоймалжың крем дайындаймыз. Менде бұл жерде творожный сырым аздау болып қалды, сливкиім көп болып кетті. Сол үшін менде кішкене кремім сұйықтау болып қалды. Негізі творожный сырларыңыз сливкиден кішкене көбірек болған өте керемет болады. Міне менде кремім дайын. Осындай болды крем. Енді үстіне жаңағы ганаш жасайтын боламыз. Ганашты да жаңағы алдындағындай осылай монша буына қойып, яғни водяной баняға қойып, ертіп аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Астына кішкене крем жағып қоямыз, сырғып кетпес үшін. Енді бір коржымызды қоямыз. Үстіне крем жағамыз. Жаңа ганашымызға кішкене сұйық май құйып жіберуді ұмытпаңыздар. Жылтырап, әдемі болып тұрады түрі. Бізде бұл ганаш үстіне құйғанға дайын. Міне менде кремін жағып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене сұйықтау болып тұр. Еш қорқыныш жоқ. Бұда тортты холодильникке қойғаннан кейін өзі стойкий болады, яғни өз-өзін ұстайтын крем болады. Осылай крем, корж жинап, үстіне ең соңғы корждың үстіне ешқандай крем жақпайсыздар, тек қана жаңағы ерітілген шоколад ганашты құямыз. Мен молынан құйғанды жақсы көремін, сіздер аз ғана құйсаңыздар болады. Міне мен құйып жатырмын. Ең үстіндегі коржды мен кішкене басқаларына қарағанда формасын кішірейтіп кесіп алдым. Сол кезде барлық жағына осылай шоколадымыз ағатын болады. Біз шоколадты өте қатты жақсы көреміз, сол үшін аямай ертіп құйдым. Міне холодильникте тұрғаннан кейін осындай болды. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Соңына мен бұрында жасаған вупи пайымның суретін қойып қоямын. Әртүрлі жасауға болады, яғни үстіне қатты шоколадты құймай қойсаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде, ең бастысы құрамына қарап жасасаңыздар өте дәмді болып піседі. Менде осы торттың диаметрі 24 сантиметр болды. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.